Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін піскен еттен жасалатын тағамның түрін көрсеткім келеді. Өте оңай жасалады. Бар жоғы үйдегі қандай көкөністер бар, соларды қосып жасауға болады. Тез әрі оңай, әсіресе түскі асқа дайындауға өте керемет бір идея деп айтсам болады. Қажет ингредиенттерді астына жазып көрсетіп кеттім. Алдымен бізге шұңғыл таба керек, немесе қазан. Соған сұйық майды құямыз. Азғантай мөлшерде құйсаңыздар жеткілікті. Енді осы шұңғыл табамызға немесе қазанымызға піскен етімізді қазір салатын боламыз. Газдың астын жағып, аздап жаңағы майды біраз ысытып алғанымыз дұрыс болады. Кейін оның үстіне жаңағы піскен етімізді саламыз. Мен бұл жерде картоп қолдандым. Картопты кішкене арасы 1 сантиметрдей болатындай аздап қалыңдау етіп турайсыздар дағы. Осылай дөңгелек етіп турап шығасыздар. Жалпы көкөністердің түріне неше түрлісін де қосуға болады. Бұл жерде нақты бір қағида жоқ. Піскен етімізді бір араластырып қоямыз. Үстіне бұрыш, тұз себеміз міндетті түрде. Мен азғантай мөлшерде паприка да қостым. Араластырамыз. Бір кішкене 5 минутте қорып болған соң, манаға турап қойған картошкамызды үстіне қатар-қатар етіп қойып шығамыз. Яғни слой-слой жасайтын боламыз қазір барлығын. Бұл жалпы сірне немесе ділнәма деп айтып жатады. Енді пиязды тураймыз. Пиязды да дөңгелек етіп турайсыздар дағы. Осылай бөліп орталарына болады салуға. Осылайынан үшінші слой, яғни бізде пияз болады. Осы пиязды салып шығасыздар. Кейін келесі, яғни слой қабат, ол бізде сәбіз. Сәбізді де осылай дөңгелек етіп турайсыздар дағы. Қатар-қатар тез-тез қойып шығасыздар. Бұл тез жасалатын түскі асқа керемет идея. Әсіресе қонақ күткен күні, екінші күнде бізде піскен ет көп қалып қояды. Мен бұл жерде кабачок қолдандым. Жалпы оның орнына баклажан да қосуға болады. Бұл жерге егерде түрлі түсті бұрыш болатын болса, оны да қосуға болады, болгар бұрышы болатын болса. Жалпы үйде қандай көкөністер бар, соның барлығын қолдансаңыздар болады. Бұл жерде нақты бір қағида, нақты бір ереже жоқ. Мүмкіншіліктеріңізше қандай көкөністерді үйден табасыздар, соның барлығын қосып жібересіздер. Сондай көкөністі керемет түскі ас болып шығады. Мен бұл жерде жарты баклажан қолдандым. Тұз себеміз міндетті түрде. Үстен бір қабат тұз себесіздер, орегано себесіздер міндетті түрде. Кейін мен үйде қызанағым бар екен. Осылай қызанақты да турадым. Ортасынан бөліп шықтым, себебі аз болғандықтан. Барлық жеріне жете ме жетпей ме екен деп. Барын турап дайындап болғаннан кейін 1 стақан су құямыз. Бірақ тағы да қараймыз, тым көп мөлшерде су құйып қоймаңыздар. Тым аз да болмау керек. Мен шамамен 1 стақандай құйдым. Тіпті түбіне алып қалдым. Енді осы көкөнісімізді мен 40 қабатпен жабатын болам қазір. Мен бұқтырылып піскенін қалаймын. Сондықтан да осылайынан алдымен турап бөліп алам да, ал анандай қабаттарын листья деп айтады ғой. Соныменен барлығын толықтай жауып шығып, газдың астын ақырынға басамда 1 сағат бұқтырып пісірем. Сол кезде мен көкөністерім де жұмсақ болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.